боқтап алдық шыны керек. Қандай шу болатын еді ана жерде. Венгриямен ойынды қарадық, кім Шыңғыс екеуміз қанымыз қайнап отты ана ойыншылардың ойынына қарап. 3 жылда алғаш рет Мальтаны жеңдік, соған ғана қуанып жүрміз. Бұл өкінішті қиын жағдай. Адиев деген бапкер ол Ресейден бізге ойыншылар алып келген жоқ қой, ол өзі келді бізге футболды көрсету үшін, нұсқау беру үшін келді ол. Енді бұл жерде Адиевті қалтыру керек, өйткені ертең жаңа бапкер келеді де, Ұлттар лигасы тақап келе жатыр, осыған дейін жинаған абыройымыз қайтадан айрандай төгеміз. Сол жерде қондырды ғой бізде 5-0 деген бізге инфрақұрылым керек. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, жанкүйер атты подкастымызды жалғастырамыз. Жақында ұлттық құраманың 2-1 ойын өтті. Өкінішке қарай 2 матчта да жеңіліс таптық. Ең бастысы біз Европа 24-ге жолдама берілетін ойында Грекиядан оңбай ұтылдық. Осы матчтарға барып көрдік. Енді әрине қаншама қателіктер кетті. Одан кейін Люксембургқа да есе жіберіп алдық. Енді осы матчтарда жалпы Магомед Адиевтің құрамада қалуы қажет пе, керек емес пе, қандай өзгерістер керек, алдағы Ұлттар лигасында біз не бітіреміз деген сұрақтарға жауап іздеу үшін подкастымызға қонақтарды шақырдық. Әдеттегідей өзіміздің тұрақты сарапшыларымыз Шыңғыс Сенғажинов пен Қазыбек Тайланов. Жігіттер қош келдіңдер. Енді әрине көңіл-күйлеріңді түсініп отыр. Бірақ жеңгенде де жеңілгенде де салқынқандылық танытылып, ойын адам сараптама жасалу керек деп есептеймін. Мына біздің Грекиямен ойынның алдында көбіне эмоция басым болды, сенім. Енді осы жағдай ғана факторлар айтылып, мына анализдер көп жасалмай қалды. Жеңілу факторлары көп ескерілмеді деген әңгімелер бар. Өздеріңіз енді 2 ойында да көргендеріңізді біліп отырмын. Сондықтан қандай ойларыңыз бар? Бізге не жетпеді деген бірінші сұрақтан бастасақ. Кім? Шыңғыс. Мен бастайын ба? Өзім мынандай ойыннан кейін ауыр ғой, бірдеңе деп айтудың өзі қиын. Жауапсыз енді 5 гол жібердік, өзіңіз де бардыңыз, көрдіңіз. Енді жанкүйерлердің де қолдау масқара болды, енді біз оны теледидар арқылы сезіндік қой. Енді бұл ойында енді әркімде әртүрлі жаңағы нұсқалары бар. Әркім былай айтады, біреуі Адиевтікі қате дейді, біреуі. Енді бұл жерде фактор көп қой енді. Фактор көп айта берсең, мен өз жеке субъективті пікірім, Адиевтен бір кінә іздеудің қажет жоқ енді. Сол ойында жарайды қателескен шығар 1-2 тұстарда. Бірақ не істейміз енді, ойыншылардың деңгейі сол. Құрамды жинады, бізде басқа ойыншы жоқ. Неге Абзал Бейсебековті ала береді дейді, неге басқа футболшыларды алады? Ол Абзалдың орнында кім бар мысалы? Біздің қазір премьер-лигада өнер көрсетіп жүрген опорник дейді, орын жаба алатын кім бар мысалы? Бағдат Қайыровты шығарғаны бір қателік болған секілді. Енді Адиевті де бұл жерде түсінуге болады, өйткені ешкім 5-0-мен жеңілем деп шықпайды ғой, ешкім әлсіз құрам қоям деп ешкім ойламайды. Бұл жерде мен ойымша бірінші таймды еңсеру керек болды, 0-0 есебімен, немесе бір 60-шы минутқа дейін ба тең ұстап, ары қарай Асқатты шығарып, жаңағы Абатты ойынға қосқысы келді ме, кім біледі әйтеуір. Ол кісінің біреудің ішіне кіріп шыға алмаймыз ғой, кіріп шыққан жоқпыз, әркімнің жоспары бар. Сондықтан да енді бұл жерде ең бірінші айта кететінім, бапкерге кінә артып керек жоқ. Мен өз басым Адиевтен кінә іздеген жоқпын. Бұл жерде енді айтпасы сөздің атасы өледі дейді. Қанша жерден енді қорғаштағанымызбен Темірлан Ерланов пен Бағдат Қайыровтың жасағанын енді көрдіңіздер. Боқтап алдық, шыны керек, эфир көріп отырып эмоцияға сол жердегі барлығын құртты. Сол бір пенальти. Көбісі айтады, енді мен түсінбейтінім, пенальти құртты десе айтады, ол пенальти болмаса 4 голды қайда қоямыз дейді. Енді айналайын, ол 4-ші голдан кейін барып 4-0 болып жатқаннан кейін барып немесе 3-0 берілген пенальти емес қой. Ол ойынның басында берілді. 10 минуттық ол әлемдік тәжірибеде бар дүние ғой. 15 минутты еңсеру деген. Сол адаптацияға кететін уақыт 15 минут жалпы алаңда. Соғанға дейін жете алмай 7-ші минутта пенальти алып қалуы бұл өте трагедия. Ана кімнің Қазбек, сен өзің жазып отырдың, Бағдат Қайыровтың пенальтиіне қатысты. Сол әлі өз пікіріңдесің ғой, яғни пенальтидің болмағаны? Болмады. Ол жерде мен 100% кепілдік берем, ол жерде пенальти бермейтін жері ол. Ондай пенальтиді әлемдік тәжірибеде Лига чемпионовта мысалы Реал мен Манчестер Сити ойнап жатып, ондай пенальти берсе, ол қандай шу болатын еді ана жерде. Просто бұл жерде Қазақстан деп жаңағы FIFA өкілдері жаңағы
судья аты ким еді, ұмытып қалдым, голландиялық. Дани Маккели Маккели. дәл сондай не шум болған ода кезінде де сондай мәселе бойынша. Жоқ, түсінбейтінім, бұл ойынға негізі бекітілгенде бізге басқа төреші болған. Дәл ойын жақындағанда бір апта қалғанда төреші. Оны сен өзің жаздың ауыстырып сен жаздың ғой. Яғни бұл төреші бұрын Грекия суперкубогында қазылық еткен. Грекия суперлигасын 3 жыл бойы судья болған, және де менің түсінбегенім, неге судьяны мысалы да төрешіні ойынға 2 күн қалған кезде қояды. Ауыстырып. Негізінде 1 апта бұрын, 2 апта бұрын қойып тағайындайтын тұғын. Алдындағы Нұрсұлтанмен болған подкасттарда біз айтқан болатынбыз, бұл судьямен жұмыс істейді деген ақпарат түсті деп, жаңағыдай федерацияға түсті деп. Нұрсұлтан да айтты, біз тексеріп жатырмық, ертең болмасын деп. Айтқан айдай келді, жаңағыдай болмайтын жерден пенальти қойды. Ол жерде Бағдаттың кінәсі бар, біледі, бізге сондай қастандық жасау мүмкін, аяғын созбау керек. Бірақ енді Бағдат деп бәрін сол Бағдатқа артып қойдың қажет жоқ. Ол жерде төрешінің қателігі бірінші. Сосын енді бірақ бағана енді Адиевке ешкім бір осы Адиевтің кесірінен деп жатқан жоқ. Дегенмен бірақ біз енді оның жаңағы кейбір нәрсе тәжірибесі жетпейтін байқап қалды. Яғни 2 голдан кейін мүмкін өзгерістер, тактикалық өзгерістер жасау қажет пе? Ол бапкерде бар. Бағдаттың жаңағы пенальтиден кейін оның бір еңсесі түсіп кеткендей болды. Бір ойыны жүрмей қойды ғой. Темірланның да мүмкін сол кезде жаңағы Оразовтарды енді ақыры 2-0 сол кезде ақ шығара беру керек пе деген ой келеді. Жоқ, ол кезде бізде андай ойда отырдық қой. 2 гол салынғаннан кейін бізде отырдық. Бірінші тайм тым құрмағанда 1 гол салып алса, ары қарай есептен естіреді. Ол Чесноковтың гол кірген кезде мүмкін ойын өзгеріп кетеді. Енді бір сол матчта бір претензия болмау керек деген бір футболшы болса, сол Ислам Чесноков деп ойлаймын мен. Соңына дейін ойнап шықты. Соңына дейін жақсы ойнады. Шацкиға да ондай қатты претензия жоқ, өйткені анау голдар ұстай алмайтын голдар еді ол. Ол бірақ мысалы жаңағы пенальтидің алдында бір өте жойқын бір соққыны қайтарды. Одан кейін де тағы 1-2 нелерді құтқарып жатты. Енді қақпашы кінә артарымыз жоқ. Дегенмен енді мынау бұл шешуші матчтарға осындай ойындарда біз 2 ойында есе жіберіп алып отырық. Біреуі Словения. Ең оңай жол негізі Словенияда ғой. Негізі біз бүкіл жаңағы мүмкіндікті Словенияда жоғалттық қой. Одан кейін уже бұл басқа уже ойыншылардың дайындығы, психологиясы бәрі өзгереді. Өйткені қанша уақыт 3 ай өтіп кетті, 3 айда ойыншылардың жаңағы дайындалу процесі өзгереді. Жаңағыдай кейбір ойыншылар бабында емес, Бақтияр Зайнуддинов, Абат Айымбетов ойнап жүрген жоқ, Асхат Тағыберген енді травмадан шықты. Бауыржан Исламхан жоқ секілді факторлар әсер етеді бұл жерде бәрібірде. Сол себепті бүкіл күштің бәрі сол Словенияға салу керек не де болса. Жоқ, осы Грекиямен ойын алдында бар ғой. Көптеген жаңағы ағаларымыздан барлығы спорт журналистерінен, сарапшыларынан сұрап жүрдім да, сезгендей біздің осы жігіттер былайша айтқанда енді қорқып мандраж болып қалады ғой, сондай болмай ма осы жыл десем, жоқ ондай нетпейді. Жаңағы өйткені алдында Янның пенальти бар еді ғой, Словенияны алған. Сол секілді ертең абдырап қалмай ма деген кезде көбісі жоқ, осы жол сенімді ойнайды деген. Сол өзім енді интуициям алдамапты. Дәл сондай жағдай болды ғой. Словенияда да дәл солай болды. Бұл менің ойымша бұл мәселенің шешімі Қазбек келісетін шығарсын деп ойлаймын. Қазақ футболшыларының шетелдік клубтарда көбірек ойнауы, Еврокубоктарда көбірек доп теуі қажет секілді. Кешенді біз Грузияның ойынын көріп отырық. Грузияның да әкетіп бара жатқан ойыны жоқ, бірақ оларда Еуропаның жақсы командаларын, беделді командаларын ойнайтын футболшылар жетерлік. Яғни оларда тәжірибе бар. Жаңағыдай қиын сәтте пенальтидегі жүйке, өтте мысалы Мамрадишвили Валенсияның қақпасын күзетеді. Валенсияны білесіздер. Кезінде Испанияның бірнеше дүркін чемпионы болған, Еуропа чемпиондар лигасының финалында ойнаған. Жазып едім мен чатта. Қазір Греция пенальтиға дейін жетсе, ол Грузия Мамардашвили алып шығады деп жазған. Қазір мысалы Германияда бірнеше ойыншысы жүр, және де Хвиша бар лидер. Біздің Қазақстанда доп теп кеткен жігіттер бар, жаңағы Крыскили, Канкаба, Двали сияқты ойыншылардың барлығы. Сондықтан Грузияның жалпы көрші елдердің осы Еуропа чемпионатына шыққанына бірінші кезекте
құттықтаймыз. Екіншіден біздің де сондай болса екен деген арманымыз бар ғой. Енді Грузияда ұзақ жол жүріп өтті, осы өткен алдында Македониядан есе жіберіп алды. Негізі осы ең төте жол бізге осы Еуропа немесе әлем чемпионатына барудың жолы ол осы ұлттар лигасы ғой. Ұлттар лигасы деп айтайын десем, былтыр біз жаңа отборочный матчпен ақ та шығып кете жаздадық қой. Бұл жерде ұлттар лигасы мүмкіндік береді, бірақ оны кәдімгідей шығу деп қарамау керек. Бізде негізі мүмкіндігіміз, енді 100% мүмкіндігіміз сол Любляната болған еді, сол жерде өлді ғой біздің неме жаңағы үмітіміз. Асхаттар мен бақтияр травма алмағанда басқаша болуы мүмкін. Травма демекші кешеде мысалы Адиф айтып жатыр ғой, неге Асқат шығармады деп. Сол мысалы не үшін шығармағанын мен кешегі ойында көзім жетті. Мысалға Асқатты да басқа да сол кезде шықпаған ойыншыларды кеше көрдік қой, біраз Асқат әлі қалпына келмеген. Сосын бізде бір көшбасшы жетіспейтін секілді көрінеді маған. Сіздер қалай ойлайсыздар? Енді жаңағындай ғой, кейде команданың ойыны жүрмей жатыр да, Грекиямен матчты. Бірақ сондай кезде бір кейде командалық ойын жүрмеген кезде ойында өз қолына бар ғой бізде. Көшбасшы дейтін, Бақтиярдың өзі кеше ойны көрді Люксембургқа қарсы. Өздері ойнамай жүр, клубта ойын жоқ. Енді Бақтиярды түсінуге болады, біресе орын таба алмай жүр, біресе анда қояды, біресе мында қояды. Бұл үнемі айтылады, менің ойымша да әмбебап футболшы болу, универсал футболшы болу жақсы, бірақ ол сені жетістікке жетеді деп ойламаймын. Өйткені сол нақты позициясы болмауы оның бұл енді жаңағы жас келген сайын қиын сияқты. Ондай ойыншылар көп қой, мысалы бәрібір өзін ашыламайды да, ол бір позицияда ойнай бермегенсін ашылу қиын болады. Мысалы Грузияның жетістігінде не жатыр деп ойлайсыздар? Жалпы ұзақ жылғы еңбек деп ойлаймын, өйткені олар қаншама енді бірінші кезекте. Бірінші кезекте олардың жастарын дамуы. Өйткені қараш, 2023-те олар Еуропа чемпионатын жастар ойнап, топтан шықты, Еуропа чемпионаты қалды. Сол кезде сол Мамардашвили, Кварацхелия, жаңа Микаутадзе деген ойыншылар сол кезде ойнап жүрді. 2001-2003 жылғы балдар ғой былай қарасаң. Ал бізде қалай? Кеше айтпақшы, кешегі ойынды көрдік. Венгриямен ойынды қарадық, кім Шыңғыс екеуміз қанымыз қайнап отты ана ойыншылардың ойынына қарап. Жоқ, енді былай ғой, жастар деген енді ол болашақ қой. Сол жастарыңа қарап білесің ғой болашақ. Бізге қарайсың да, мынау деген масқара ғой. Болашақ жоқ деп ойлайсың. Кешегі енді Венгриямен болған ойында да масқара ғой, енді Алматыда ойнап жатырмыз, өз алаңымызда. Енді қалай қарасаң, Венгрияда Англия немесе Испания емес дейсің ғой. Әрине Венгрия деген ойыншылар, оғанға дейін қаншам рет кездестік қой, біз ол кезде де ұтылып келе жатырмыз. Венгрия енді бір анау айтқандай Европаны бір жарып тұрған құрама емес, оның үстіне өз үлкендерде қатырып ойнамайды ғой Венгриян бір қатты. Сонда енді жастары да одан әр оза шапқан жоқ. Мен кеше сеніп едім, жалпы Коровенко келді, бапкер, жаңа бапкер, бір жаңа нұсқаулар болатын шығар. Қайрат Нұрдәулетовтен қалған бір жаңағы қорғанысқа жатып алу деген тактика ұмытылған шығар десем, жоқ, сол баяғы із, сол баяғы тактика, сол баяғы жүйе, сол баяғы ойыншылар. Өйткені не ғой, ойыншылар ауысқан жоқ. Сол ойыншыларды алып кетіп, мен осы қайттан айтқым келді. Неге осы Қайраттың ойыншыларын кәдімгідей ұлттық құрамаға жегіп қойды, жастар құрамасына? Қайраттың жастары, Қазақстанда олар мықты да, конкуренция жоқ Қазақстанда оларға. Сол себепті олар қорғаныста көп ойнамайды. Өйткені қорғанысқа жегіп қоятын ойыншылар жоқ Қазақстанда, оларды кәдімгідей өзі былайша айтқанда олар үздіктерін бәрін жинап алған, бәсекелестік жоқ. Неге Тараздан алмайды, неге Ақтөбеден алмайды, неге Астана мен Ордабасыдан алмайды ойыншыларды? Неге Қайрат, мысалы, кешегі ойында 7 ойыншы ма Қайраттан ойнады, Ян Турфанов деген, жаңа Ткаченко деген, олардың дәрежесі өте төмен. Мысалы, кімдерді бізде бар Абинур Нұрымбет деген ойыншы бар, Шахтер Солигорскта ойнайтын. Сол ойыншыны шақырмады. Жеңісте ойнайтын Ғалымжан Кенжебек деген ойыншы бар. Дамир Марат деген ойыншы. Дамир Марат деген Қайраттың түлегі ғой. Түлегі болғанымен ол Қайраттан кетіп қалды ғой. Білеміз ғой қандай историямен кеткен Қайраттан. Оразов та Қайраттың түлегі, ол да кетіп қалды, ол да қандай историямен кеткен. Жаңағыдай ойнамағансың кетіп қалған ойыншылар ғой олар, былай айтқанда. Неге біз ұлттық құраманы тек бір клубқа жегіп қоямыз?
19 жасқа дейінгі құрамада сондай болды. Кірен Қайрат жинап алды, там Вахид Масудовтың кезінде там 5-1, 6-0 солай отырып жүрді. Неге Қайраттан ғана жинай береді түсінбеймін. Иә, академия дейміз, оларды бәрібір конкуренция деген керек қой бізге. Жоқ, сол енді ішкі конкуренция жоқ болғаннан кейін басқа алатын игроктар болмағаннан кейін алып тұр ғой енді Қайрат. Жоқ, бұл жерде мысалы Таразда кеше Ерсұлтан Қалдыбек деген ойыншы жүрді. Тараз түлегі Атырауда ойнайды. Ордабасыға әдемі гол салды, білеміз, иә? Сол шықпайды да, орнына Қайраттағы Сұлтан Асқаров шығады. Сұлтан Асқаров 2 ошибка жасады кешегі ойында. Енді ол өзі бапкердің өзі шешімі ғой енді. Константин Горовенко сол Қайраттың жүйесінде жұмыс істеген бапкер. Сол академиясының жұмысы. Енді қазір жақсы енді түсінікті. Біздің жастар құрамасының қазір соңғы 3 жылда ма нәтиже көрсетпей жүргені. Кімді ұтты былтыр? Мальтаны ұтты. Мальтада басқа ешкім. 18 ойында 3 жылда алғаш рет Мальтаны жеңдік, соған ғана қуанып жүрміз. Бұл өкінішті қиын жағдай. Дегенмен енді қазір айтып жатыр ғой, ағылшын маманы келді. Қазір бір жасөспірімдер құрамасында іріктеу жасап жатыр дейді. Бұл туралы не айтасыздар? Иә, сөйтіп шетелден алып келу керек негізі. Иә, естідім, 15 жасқа дейінгі балаларды дайындап, қателеспесем, ол бапкер де Қайраттың жүйесінде жұмыс істеген кезінде. Стюарт деді ма? Иә, Стюарт Холл ма? Солай. Меніңше шетелден алып келу керек бапкерлерді, жастарға именно. Ал ұлттық құрамаға, иә, оған жаңағы мотивация беруге, өзіміздің бапкерлерді қоюға болады, өйткені жаңағы Талғат Байсуфинов секілді мотивация бере алады. Ал жастарға именно шетелден алып келу керек. Бразилиядан алып кел бапкер, Испаниядан алып кел. Сол Даниядан алып келші, Данияның футболы қалай дамып жатыр, иә, байқаймыз. Даниялық бапкерді алып кел, ол 18 жасқа дейінгі бапкерді қойсын, үйлетсін, тәжірибесін бөлсін. Біз аламызда там Ақсуда тренер болып жатқан кім еді, анау жас маман болып қойды. Якушенко ма? Жоқ, Марат Исламов па, кімді қойды? Ақсуда жұмыс істейтін, әйтеуір бапкерді алады да 17 жасқа дейінгі Марат Исламов. Бізде енді сол бір қысқасын айтқан кезде салғырт қарайтын болып тұр ғой. Енді мынау жарайды 17 жасқа 16 жасқа деп те қоя салады. Солардан басталады ғой мәселенің бәрі. Егер біз солармен соларға жаңағыдай жеңістің дәмін үйретіп, жаңағыдай мотивация беріп, кішкене ойын жүйесін құрып, жаңағыдай не дейтін, конкуренцияны күшейтіп соларға үйретсек, ертең оларды уже ұлттық құрамаға келген кезде психологиясы дайын ойыншылар болып келеді. Біз келеміз да 21-22 жасар ойыншыны уже ұлттық құрамаға келіп, оларға футболды үйрете бастаймыз. Ол дұрыс емес қой, уже ол состоявшийся игрок дейді ғой, бірақ орысша айтқанда. Ол не үйретесің? Оларға тек тактика қойып айта аласың, болды. Жоқ, басты мәселе осы болып тұр. Көбісі енді Адиевтен көріп жатыр да кеше, бұл бапкерді қуу керек деген сияқты. Адиев деген бапкер ол Ресейден бізге ойыншылар алып келген жоқ қой, ол өзі келді бізге футболды көрсету үшін, нұсқау беру үшін келді. Ол басқа біреулерді алып келген жоқ. Біздегі бар ойыншылармен ойнатады да, ертең осындай бір жағы енді жанкүйерлердің білімсіздігі деп айтам ба, соның ертең жағы кесірінен бір болмашы бір сөздер келіп кетеді да, басқа бір журналистер бар, жаңағы жамандап футболды жағы шұйықтаса футбол түсінбейтін, түсіне де кірмейтін адамдар ертең жеңілгенде даттай салу оңай ғой. Ертең Барменқұлов кетсін дейді, ертең Адиев кетсін дейді, ертең орнына кімді алып қоямыз десе ешкім айта алмайды. Кеше де айтады да, Абзал неге шығады, мынау неге шығады. Енді орнына кім бар десең, бір ойыншыны танымайды. Сондай мәселе ғой бізде. Енді бұл жерде кадрдың жетіспеушілігі деген секілді футболшылардың жетіспеушілігі ғой бірінші ұлттық құрамаға. Сондықтан да қорғаушыда тағы бір қателігі енді Магомед Адиевтің сол жаңағы қорғаныста жатып алады, жаңағы қорғаушылар. Біз енді сол сөзіңді мен айта кетейін деп отырмын. 3 қорғаушы жүйесінен қазір әлем бас тартып келе жатыр ғой. Көп командалар қазір бұл жүйеден бұрын бір осыдан 4-5 жыл бұрын бір трендте болды. Қазір қайтадан өзгеріс болып жатыр. Қалай ойлайсыздар? Өзгерту керек қой бұл тактика? Жоқ, бұл жүйе негізі 3 қорғаушы жүйесі әркім әртүрлі түсінеді. Мысалы, оны кейбірлері 3-4-3 деп түсінеді. Кейбірлері 5-3-2-1 деп түсінеді. 5-3-2 деп. Бізде мысалы кім Байер командасын алып қалайықшы, Хаби Алонсо ойнайтын. Ол 3 қорғаушымен ойнайды. Бундеслигада жеңілмеген, вообще биыл вообще ұтылмаған. Былтыр мамырдан бері ұтылмаған. Ол 3 қорғаушы жүйесімен ойнайды.
бірақ екі флангта ода вингер ретінде Фримпонг деген ойыншылар ойнайды да. Ол вингер де ойнайды и қорғанысқа да көмектеседі. Бізде солай Ян Вараговский шабуылға да көмектеседі, артқа да қайтады. Бірақ Ян Вараговский білеміз, ол қорғаушы. Сол себепті біз оны 5 қорғаушы жүйесі деп қабылдаймыз. Байерде оны 3 қорғаушы 3-4-3 қылып қолданады. Сол себепті бізде де кішкене өзгерістер керек секілді. Себебі қарап тұрсақ бізде оң аяқтық орталық қорғаушы жоқ, білеміз. Марат Быстров негізі орталық қорғаушы емес. Ол оң қапталдың қорғаушысы. Малый ғой негізі. Малый бар, Малыйдың жасын білеміз. Ол уже 33-ке келді. Марычкин 32-ке келді. 32-33-ке келіп қалды олды. Бізде бар Нұралы Әліп. Темірлан Еранов 30-ға келді. Жоқ, кім Нұралы не ғой? Сол аяқ қой. Сол қапталда, оң қапталда ойнайтын жоқ қой бізде. Оң қапталда ойнайтын оң аяқтық орталық қорғаушы жоқ бізде. Кім шығарарын білмей қалды ғой кешегі ойында. Жоқ, қорғаушы демекші Темірлан Ерланов не істеді өткен ойында, енді соның кінәсі ғой енді, басқа оны Темірланды ақтап алудың енді қажеті жоқ. Ерланов солай ойнайтын, ол баяғыдан білеміз ғой, ол Ордабасы мен Легиян ойында да сондай қателіктер жіберді. Ол просто былайда бізде кім орнына кеше шықты, Роман Асланқұлов дәл сол позицияға шықты, сол қателіктер жіберді, байқасаңыздар. Жоқ, ана кім енді Ерлановтың кімге пас бере салған, енді именно ондай пас бермейді сияқты, енді Асранқұлов шығар. Білмеймін енді бізде просто тәжірибе жетіспейтін сияқты. Кімнің Ерлановтың енді жоғары деңгейлерде тәжірибе дегенде енді оларға біз қаншама уақыт береміз енді. Жоқ, Ордабасыда мысалға стартовый составта шығады, ұлттық құрамада жүргенде Ордабасыдағы жалпы ол жақтағы темп басқа ғой енді. Қазақстан чемпионаты ұлттық құрамада да жүрген Ерлановтың қаншама жыл болды, сонда оларға қанша уақыт керек тәжірибе жинау үшін? Адиевтің кешегі Грециямен ойында болған бір қателігі жаңа Самародовта таза шабуылшы қою. Ол Самародов білеміз, вингер ойыншы, сол қапталдың жартылай қорғаушы шабуылшысы. Ал бізде Абатты қоюға болады, Иван Свиридовты қоюға болады таза шабуылшы ретінде. Одан бөлек Артур Шынышев бар, ол кеме жарайды, оны қоя тұрайық. Бізде сосын кешегі екі ойында да байқасаңыздар, ортада 2 адам ойнады. Орта ол нағыз футболдың жүйесін қалыптастыратын жер. Ортада бізде Асхат пен Әділет қана ойнады, Сәдібеков. Алдыңғы ойында Абзал мен кім тағы берген? Жоқ, Абзал мен кім шығады алдыңғы Грециямен ойында ортада? Быстров шықты ортаға? Жоқ, орталық жартылай қорғаныста. Оразов шықты ғой кезде. Жоқ, бірінші минуттан бастап. Абзал шықты, Бақтияр шықты, я? Бақтияр ойнаса де. Бірақ біз білеміз, Абзал ол қорғаушының. Бақтияр қазір қорғаушыны ойнап жүр. Сол себепті бізде орта болған жоқ вообще. Екі ойында да орта болған жоқ десек болады. Сол себепті бізге ортаға 3-ші адам керек еді. Кеше Грециямен болған ойында Абатты бірінші минутта не болса да шығарып, қапталға Самародовты қойып, Элхан Астановты жоқ, Абаттар бұл жерде дайын емес қой, көрдіңіз бе? Бізді айтамыз да, біз жарайды өз кішкене қазақ баласы ойнасын дейміз ғой, біздің ниеті гол соқсын. Бірақ кешегі ойында да көрдік қой, Абат мүлдем дайын емес. Ана жақта дайындықта емес мәселе, просто андай. Жоқ, енді дайындық жоқ, футболшыны қалай көрсетті? Столп болып тұрады. Абат жалпы 90 минут жоғары деңгейде ойын көрсететін футболшы емес. Ол бір моменттің футболшы деп ойлаймын мен. Жоқ, сол үшін оны соңғы минуттарда шығарып жүрген. Былай, навес жасаған кезде верховойды ұтатын ойыншы керек болды бізге. Сондай ойыншы болмады, алдыға допқа таласатын, қорғаушыларды алдайтын өзіне. Ондай жалпы жоқ қой біздің чемпионатта жоқ қой енді. Самародовты бекер қойды деп атылды, кешегі верховойлардың бәрін ұтылды, жаңағы навеспен ойнадық көбінесе. Сол себеп бізге столп ойыншы керек ортаға жаңағы. Бізге сосын тағы бір мәселені кімді айтты ғой? Бекхан Шайзадан неге шығармады деп айтты ғой? Кеше Бекхан шықса сол Грекиядағы нәтиже қайталанатын сияқты. Жоқ, нәтиже қайталанады ғой, кім Шыңғыс. Бұл жерде менің айтайын деп отқаным, ол кесе Шацкимен де біз ұтылдық. Біз Бекхан болсын, мәселе ол Бекханда ғана жабысып қалған, жалпы кімнің Адиевтің
екінші үшінші қақпашы ретінде Бекқам мен Устименконы алып барды көріп отырсыздар. Енді қосалқы қақпашыларға жолдастық кездесуде ең болмаса бір тайым болса да меніңше ойнатып көру керек деп ойлаймын. Мүмкін. Ол енді егер оның орнында басқа қақпашы тапса да мен қарсы емеспін, бірақ екінші үшінші қақпашыларды ойнату керек. Ол Францияда да кімнің мысалы кезінде Льорис негізгі ойындарда тұрды, одан кейін анау Марсельдің қақпашысы болды ғой. Кім ғой? Кім? Қалмай. Мангала. Жоқ, Стив Мандана деген сияқты қақпашылар болды. Соларды осындай жолдастық кездесулерде, турнирлік маңызы жоқ ойындарда шығаратын. Бізде жаңағы бапкерлердің бір сондай несі бар, бір құрамға жатып алса болды, түгел бүкіл матчта оның әбден нәтиже осындай ең соны бір осындай бір 5-0 6-0 кеп тірелген кезде ғана жоқ, оны былай түсіну керек сияқты. Біріншіден Адиев айтты ғой, мен негізі Бекхан шығарғым келген, бірақ сит ола ма жаңағы ұлттық құраманы сол шығармады деді. Бұл бірден. Екінші жағынан негізінен жаңағы Адиев өзінің де абыройын ойлаған сияқты. Енді Грекиядан 5-0 бүкілді, осы жол тым болмағанда енді қандай ойын болса да ұтайық деп ойлаған секілді. Енді сол үшін де мүмкін Бекханды қоймаған шығар. Енді қазір кімнің Шацкийдің жасын білесіздер, биыл 35-ке келеді, 89 жылға. Енді ол тағы қанша жыл ойнайды? Алдағы 2 жылда жоқ бізде қақпашы. Сондықтан көру керек деп ойлаймын, мүмкіндік беру керек деп ойлаймын. Осындай ертең Әзербайжан мен Армениямен ойнаймыз жолдастық кездесу. Ол кезде де Шацкий шығады көресіздер. Тағы солай болып жатса тағы болмайды. Өйткені біз күздегі неге ұлттар лигасына эксперименттер жасап, жаңа құрам келу керек деп санаймын. Енді көреміз, Адиев қалама қалмаймын, бірақ қалдырған дұрыс деп ойлаймын, өйткені қанша дегенмен заслужил, былай айтқанда жаңа контракт екен ме? Өйткені былтыр қалай ойнады, оның алдыңғы жылы қалай ойнады. Осы ұлттар лигасының соңына дейін көру керек, Адиев қандай ойын жүйесін құрастырады, команда құрастыруға мүмкіндік беру керек меніңше. Өйткені не дегенмен бізде қандай тренерлер болды? Барадюк болды кезінде, не болды? Берншторк болды, Бераник болды. Олардың қасында Адиевін, Гвардиола ғой. Әрине. Енді бұл жерде Адиевті қалдыру керек, өйткені ертең жаңа бапкер келеді де, ұлттар лигасы тақап келе жатыр. Осыған дейін жинаған абыройымыз қайтадан айрандай төгеміз. Адаптация бар, ол басқа ойыншыны әкелгісі келеді, басқа құрам шығарғысы келеді, мүлдем ойын схемасын ауыстырғысы келеді, ал оған біздің жігіттер дайын емес. Бізде сосын мынандай ғой, біз көктемде айтамыз да, жігіттер дайын болмай қалды дейміз да, күз келген кезде шаршақ болды дейміз. Негізі ол ақтап алу ғой, сылтау ғой, жайып. 21-де болса жас, 31-де болса кәрі деп па? Солай айтамыз ғой. Енді бұның бәріне айналып қойып, сол біз қайталап айта береміз, бірақ соған сай келеді. Өйткені біздегі көктемдегі алаңдардың дайын болмау, қыстағы алаңдардың дайын болмау, ойындардың санының азы. Қарашы, чемпионатты 13 команда бар, олар 24-ақ матч өткізеді. Сосын Ақтөбе өткенде айтып жатыр, наурыздың басында бір ойнады, ертең 31-інде ойнайды. Енді кеше бір ай демалған Ақтөбенің құрамы қараңыз, Шацкий бар, Қайыров бар, Оразов бар, Самародов бар мысалға. Осылардың барлығы кеше стартовый неге шықты жаңағы. Енді ойын тәжірибесі жоқ болмағандығы еді. Енді Ақсудың кесірінен мысалға бір ай демалды, бір ай өз мінекей соның кесірін тартып жатыр қазір. Меніңше, сосын біздің ұлттық құрама көп андай не беріп қояды, аванс беріп қояды, және көп уақыт беріп қояды. Қарасаңыздар, сол Словениямен ойында да 15 күн дайындалды. Одан өткенде Грециямен де 15 күн. Негізгі ұлттық құрамаға 7 күн дайындалса жетіп жатыр. Келіп жатыр ғой, мысалға жаңағы басқаларда. 3 күн қалғанда келіп 5 күн ұрды. Қарасаң, енді соның енді біз бұл КПЛ-да ойнайтын футболшыларды ғана апарады ғой, жаңағы оқу-жаттығу жиындарына. Мына Түркияда жүрген Абатты, Бақтиорды, ана Ресейде жүрген Нұраны сен шақыра алмайсың ғой. Олар сол күні келді да қосылды. Анау Адиевтің дайындап қойған тактикасына олар бірден үйренісіп кете алмайды. Ол мысалға Түркменстанмен бір ойын ойнап тастады, бір құраммен. Одан кейін аналар келіп қосылды. Сонымен осындай жағдайлар болады. Меніңше соның бәрін ойластыру керек сияқты. Сосын қайта-қайта айтып жатыр, бірақ шынымен де мойындайтын шығар деп ойлаймыз. Дубайдағы оқу-жаттығу жиындарының мүлдем қажет болмағаны, өйткені Грекия мына жақта орналасқан. Жоқ, оған бұрын просто
вообще уақыт босқа зая кетті да. Жоқ, енді басқа қайда жасау керек еді. Жоқ, жасау керек емес еді. Чемпионат 3-ші турын өткізіп, мүмкін аптаны 3-4 турды өткізіп, 16-сына жиналып алып, 24-те сөйтіп бара салу керек. 3-ші турда мүмкін сол аптаның ортасын өткізіп. Алматыда дайындал, 16-сынан бастап жетеді, 7 күн саған дайындалуға. Өйткені сен ана жаққа ұшып барасың, ұшып келесің, одан әрі қарай ұшасың. Ол бәрі адаптация, анау артық күн болғаннан кейін солай жасады ғой. Уақыты өзгереді. Артық күнді біз өзіміз жасап отырық қой. КПЛ-ды ертерек бітіріп тастап, біздің жаңа айтып отырғаным, шетелде ойнайтын футболшылар сол 18-19 келді. Оған дейін олар өздерінің чемпионаты. Жоқ, негізі 3 тур ойнау керек еді. Ойын аз уақыт қалды. 4 тур ойнау керек еді. Ең болмаса үшеу ойнау керек. Үшеу ойнап. 16-сын ойнау керек. 10 күн тур жасау керек еді. Енді бұл жерде басқаша ойлады ғой, енді біз көбірек демалсақ жақсы ойнаймыз деген мүмкін сондай жаңағы өз сенімдері болды. Бірақ Еуропа футболында жаңағындай шынайы тәжірибе бәрібір өзінікін көрсетеді. Сен Түркменстанның деңгейі төмен, сен Түркменстанмен ойнап, одан кейін Грекияның Ливерпульде ойнайтын Цимикастарға қарсы ойнау басқа ғой мүлдем. Сондықтан осы жақтарын ойлану керек еді. Енді Адиев те өзі де түсінген сияқты, және де матчтан кейін кешегі Люксембургтың ойынның алдында баспасөз мәжілісінде айтып жатыр. Жігіттер келіп ренжіді дейді маған. Асқат бар, Абат бар, Оразов бар. Неге мені шығармадың, неге мені ойнатпадың деген әңгімелер айтқан оған. Өйткені енді олар да өздеріңіз білесіздер, бұл жігіттердің барлығы, жаңа әсіресе Асқат сияқты жігіттер карьерасын абзал, мынау соңғы несі деп ойлаймын, циклы мынандай. Бұдан кейінгі Европа чемпионаты 28-ші жылы болады. Ол кезде олар ойнамайды. Адиев просто слишком андай өзіне көп не істеп қойды, андай көп мақтап жібердік біз, және өзіне көп андай сенім көп болды да, сосын менде авторитет жоқ деген оны да түсіндіріп айтты ғой. Біз енді мысалы айта береміз ғой, тоже мына жанкүйерлер сияқты ғой, кешегі мына ойыншы неге шықпайды деген сияқты. Ол әр құраманың болсын, команданың жоқ ішкі кухнясы болады. Бұл жерде Адиев не деп айтты? Маған Асқаттар маған ренжіді, неге шықпаймын деп айтты. Бірақ мен бұл жерде президентке де басқаға да ертең көрсететін, барлығын көріп отыр. Аналитик бар, ана жерде қаншама жүр. Ол ойынды бізден жақсы біледі ғой ішіндегі. Жоқ. Асқат жоқ, кейде болады ше. Енді оны өзің де жақсы білесің. Психология ғой. Асқат дайын болмаған ғой, мәселе кешегі ойыннан да көрінеді ғой. Асқатта емес, қара, мысалы да, сен дайын болмайсың да, бірақ алаңға шыққан кезде анау психология, адам қалай өзі жүгіріп кеткенін түсінбей қалады да, уже анау сенің соңғы ойының бітті, сен ұлттық құрамадағы соңғы ойын, сен бұдан кейін шықпайсың. Жоқ, ол біз солай эмоцияға бір матч қой. Жоқ, ол әр бапкердің әр несі әртүрлі ғой. Мысалы бапкерлер ондайға бізге ырым-жырым мынандай дегенге сенбейді. Оларға тренировкада кім жақсы ойын көрсетті, кешегі кім жақсы ойын көрсетті, соны алады да ертең соны басқаға ол мысалда Шыңғыс, сен айтып жатқан дұрыс, ол мынандай ойын болса да, сен Словениямен, Финляндиямен бір 5-6 турды ойын ойнап жатсың, алда 5-6 тур бар да, сенде мүмкіндік бар, ол кімдерге жаңағыдай ойнатуға. Ал бұл жерде бірақ матчта шешілетін андай. Не ұтыласың, не ұшасың, не кетесің. Бұл жерде анау жігіттерге обидно да, сен Словениямен шығарып бересің, оларды жаңағы Азербайжанмен, айтып отырғаным сол ғой, басқандай тактика болған ғой бұл жерде. Анау ол жай еңбек деген балаға да белгілі нәрсе ғой. Ана құрамды көрген кезде Астанов тұр, басқа тұр, мына жерде ол ауысатын схема екен, ол басында түсінікті болды ғой. Жоқ, түсінікті болды, бірақ оның А-ның және Б-планның егер ол мысалға жүзеге аспады ғой, бағанада айтып рисковать етті ғой, бұл риск болды ғой, тәуекел түбі жел қайық ұшасында кетті. Нападающий шығарды, былай айтқанда. Жоқ, қара. Бекер шығарды негізі. 15-ші минуттан кейін 2-0-ден кейін де меніңше өзгеріс жасау керек еді. Болатын еді негізі. Ортаны көпті ғой. Өзіне сенімділік қатты ойнап кеткен сияқты, өйткені 4-0-ге дейін іштене үндемеді. Ол адам қателесті негізі, ол осындай маңызды ойынға келгенде жаңып кететінін көрдік қой. Словениямен көрдік, Абат неге шығармаған, өзі де жауап бере алмай қалды. Сол сияқты ғой, бұл жерде енді адами факторлар бар. Жоқ, Словенияда именно Словениямен ойында мен Адиев қателесті деп айтамаймын. Ол кезде ол дұрыс. Жоқ, Абатты да шығармай қойған, енді ол неге шығармады өзі білмейді. Мысалы, өзің бір ойлаған нәрселер болады, меніңше сондай керек сияқты. Оның формасы болмауы мүмкін, жаңағындай эмоциональный тұрғыда кейде командаға күш береді да. Абат Асқат жүгіріп жүрсе, Асқат ана айқайлайды да,
Кайровқа сен жындысың ба дейді. Анандай неге фол жасайсың деген кезде Кайров уже өз-өзін жинап тағы алады бір ғой. дүние бар да енді кейде жанкүйерлер жаңағыдай біле ғой бермейді. Едер деген футболшы болды Португалияда. Едер одан кейін ойнаған да жоқ, одан кейін болған да жоқ. Бірақ ол алтын бала ретінде тарихта қалып енді ол амалсыздан шығып отырған адам. амалсыздан ғой. Бірақ біз бапкерлер сондай тәуекелдерге, бабанктерге менше Бұл осындай жерде- решающий ойындарда бару керек сияқты. Бұл жерде жалғыз Адип шешпейді ғой бұны. Жанында Балтиев бар деген сияқты, Ситала бар деген сияқты. Оның барлығы бәрібір соңғы сөз Адиевте ғой. Соңғы сөз Адиевте. кейбір кездер болады Адиевтің соңғы сөз айта алмайтын. Оны енді ашудың ары қарай айтудың қажеті жоқ енді. Бірақ сонда жоқ, да Адиев жаман деп тұрған жоқпыз біз. жоқ, онда менде ақтам келмейді. Ол қателесті, түсінемін. Ол тактикалық жағынан, бірақ та енді бар күннен соған арта саудың қажеті жоқ. Бұл жерде ойыншыларымыздың деңгейі жетпейді ғой біз. Деңгейі жетпейді. Елдегі инфрақұрылымның төмендігі, балалар футболының. Грециядан біз былай да отыратын едік. Қандай состав шықса да, просто андай дер кезінде мысалы егден өр кезінде мысалы там анау асхаттарды кімдерді бірден шығарып тастаса мүмкін. Егден өр есеппен қала береді. Ұтылатын емес. Кеше Грецияны да көрдік қой, қалай ойнайтынын, Грузиямен қалай ойнап шыққанын көрдік. Тым болмағанда ұстауға болатын еді, негізі мүмкіндігіміз бар еді. Енді Грузияда деңгей жоғары ғой бізден. Жоқ, жоғары ғой, енді сонда да ойнауға болатын еді ғой бізге тырысып. Люксембургта қалай ойнап шықты, мысалы Грузиямен әп-әдемі ойнап шықты, бірақ енді төрешінің қателігі ғой жерде. Біздікі Люксембургпен ойынды мен вообще қабылдамаймын. Ол ойында балалар уже анау ойлары бәрі Грециямен кетіп қалғанда уже сен андай психология 5-0-ден кейін қалай ойнайсың барып, тем более жарайды сен анда Португалиямен ойнап алсаң да, Люксембург деген командаға қарсы сен андай 5-0 жеңсеңдер жанкүйер уже қабылдамайды сен анау 5-0-ден кейін. Сол себепті олар психологически кеше біз қандай ойын болса да кеше біз жеңуіміз керек еді. Қанша дегенмен ар жақта 5-0 деген есеп бар. Тым болмағанда кішкеде жай көңіліне медеу бола алатындай бір хотя бы айта алатындай ше біз Люксембургты жеңдік қой деген сияқты бір психология ғой бұл жерде жанкүйерлер ойлайды. Люксембург деген атын өзі айтты да, Люксембург деген біздікілер әлі қабылдамайды андай. Жоқ, ол төмен команда көреді да, енді ол Люксембург бұрын төмен болған, қазір деген деңгейі масқара ғой. Кешегі Грузияның көзін жеңіп кете жаздап әйтеу төреші алып қалды ғой бірдеңе қылып. Төреші ол ойында төреші түсінікті ғой, енді қателіктер кетті, жеңілгенін бәрін көріп отыр. Алдағы біз не істеуіміз керек енді, осылай тағы да күзде ертең Адиевті былтырғы еңбегін ұмытпайық, осылай неткен сол еді ғой деп тағы отырамыз ба? Әлде журналистердің де жалпы сарапшылардың да меніңше кеткен қателіктерді, кемшіліктерді айтып, ол да біреу болмаса біреу жетеді ғой әңгіме. Меніңше солай қажет сияқты. Өйткені бізде жаңа сөзінің басында да айттым, мен Грекиямен ойынның алдында да бізде тек мақтау, эмоция ғана көп болды. Адиев осы екі ойыннан кейін жақсы сабақ алды деп ойлаймын. Алды деп ойлайсың? Жоқ, енді бұл қатты Адиев бүкіл кінән бәрін Адиевке жауапқанда дұрыс. Жоқ, егер қалып жататын болса, Адиевті егер осылай күзде осылай ойын көрсететін болса, онда ешкім кешірмейді. Ол кезде ол кісі өз еркімен де кетеді шығар деп ойлаймын мен. Ондай қателікке жол бермейді. Ұстанып тұрған жоқпын мен. Енді қалай да болса алып тастайық сияқты, өйткені қараңыздаршы, Норвегия деген сияқты құрамалар масқара ғой енді бізде ана жерде де. Жоқ, көреміз енді. Австрия кеше Түркияны ма? 6-1 ұтты. Енді құрамын деген масқара ғой енді. Австрия қазір Австрияны тоқтататын команда болмай бар жатыр. Жоқ, ол күзде олар қандай формада болады? Тем более олар чемпионат Европадан кейін келеді. Сонда ескерте керек. Енді сәтті өнер көрсетейік деп енді солай сенейік енді. Бірақ күздегі ойынды енді көре жатармыз. Бірақ енді бұлай ойнаса күзде онда біз масқарамыз шығады. Бұрыннан жинап келе жатқан Данияны жеңген еңбегіміз, Асқаттың голы, басқа Финляндияға жеңіс бәрі желге ұшайын деп тұр. Негізі мен байқайтыным Адиев финалдың бәрін ұтылады. Көрген финалда. Мен де Шахтермен де солай болды. Маккабиден ұтылды финалда. Сосын ол қателеспесем Ресейдің бір кубогында да сондай бір жағдайлар болған, Білмеймін Ресей, бірақ Қазақстанда солай. Кубокта жаңа ұтып тұрған жерден Қайраттан ұтылып қалады пенальтиден. Одан кейін Словениядан ұтылды, білеміз, тағы өткенде Грециядан ұтылды. Маңызды ойында келгенде қол шайып кететіні бар енді. Енді жалпы енді жақсы түсінікті болды деп ойлаймын. Енді ұлттық құрама біз айтамыз кемшіліктерді, өйткені бізде құрама біреу,
ол басқа таңдауымыз жоқ. Сондықтан оның жақсы болсын деп, кеткен кемшіліктерден біздің де жаңа кешегі Тбилисидегі тойды көріп жатсыздар, Тбилисиде халықты көріп жатсыздар. Соны қарағым келмейді. Жоқ, біздің де ауылда той болса деген жанкүйерлердің үміті ғой. Сондықтан оларды да түсіну керек деп ойлаймын. Бір жағынан кеше мен Грецияға жанкүйер болып отырдым. Жоқ, мен өз басыммен Грузия өтсе екен деп отырдым. Өтті, бірақ андай ғой, қазір елдің бәрі мақтап жатыр. Біз де анда тілектеспіз, андай құттықтаймыз, енді қанша деймін көршілес арға жатқан ел дейміз де. Сосын сөйтіп айтып аласың да, бірақ ішіңде бәрібір қызғаныш тұрады ғой. Енді қара, енді бұл мысалы келесі жылы 25-ші жылы Өзбекстан әлем чемпионатына жолдама алуы мүмкін. Жоқ, ол әлі ерте, олар неден әлі 3 этап бар олар. Бірінші этаптан өтті, екінші этап, үшінші этап бар. Өзбекстанмен салыстыруға келмейді, енді Азия мен Европа. Ертең олар да жолдама. Олардың ойнап жатқанда командалар көрдің ба? Гонконг, Оман бірдеңе деген сияқты, сондай ол Таиланд деген сияқты. Ол әлі көбі 2026-ға дейін әлі оларда 3 этап өтеді әлі. Жаңағы тағы бір группаға шығады. Одан ол группада жеңсе тағы бір группаға шығады. Содан кейін барып бірінші орын алса. Енді осы 5-0 деген есеп Люксембургқа бармайық, сол кезде біздің Афинада бет-бейнеміз шешті ғой. Сол жерде ұғындырды ғой бізде. 5-0 деген бізге инфрақұрылым керек, балалар футболын дамыту керек. Оғанға дейін осы 30 жылға дейінгі жемқорлық сол кезде біздің Афинада барып шешілді ғой, біздің сол бетімізге басылды деген сияқты. Қазір мысалы көріп отырсыңдар, сен Қарағандыға барам деп жатсың, Павлодарға барам деп жатсың. Өйткені сен Астанада тұрғаныңмен Астанада ойын көре алмайсың. Екі клуб бар бақандай Астанада. Астананың атынан КПЛ-да өзі 13 клубтың екеуі Астана намысын қорғайды, бірақ екеуі де Астанада ойнамайды. Стадион жоқ. Енді қара, Қостанайды жағалайсың ертең. Жақын маңайларда. Солтүстікте. Аз сен бір елдің астанасында тұрасың, бірақ сенің астанаңда стадион жоқ. Оны бар стадионның өзі, Палас аренаның өзі сенің жабық тұрады. Сондықтан сен осы бұл да меніңше біздің футболымыздың қазіргі бет-бейнесін көрсетіп отыр ғой. Әрине. Енді тағы айта кететін жағдай, енді мына ұлттық құрамалардың да эмоциялар басылады. Енді біз Премьер-лига жалғасады. Жігіттер Қазақстанға оралып, клубтармен дайындықты жалғастырады. Биыл жаңағы тағы да айтамыз, 10 шақ команда ойнап жатыр. Былтыр Ордабасы жеңді. Биыл кімдерден үміт күтесіздер? Алдағы турларда қандай бір сенсациялар болуы мүмкін? Енді биылғы жыл өзіме ұнайды негізі. Осы басталды КПЛ құрамдары жағынан басқа былтырға басқа чемпионаттарға салыстырғанда әдемі, негізі жақсы құрам жинап жатыр. Сол құрамға байланысты бәсекелестік те күшейді. Бұл жерде енді чемпион болатын команда енді көп қой, бірақ та мен тағы бір чемпиондықтан бөлек төменгі жақтар қынжылтатыны Шахтер ғой. Мен Шахтерға қатты жаным ашиды. Осы жолда барып ойынын көрейін деп тұрмын. Қаншама өмір түсіп көрмеген сондай рекорды бар клуб қой. Соның өзі қазір хал үстінде тұр да, біршама команда. Бірінші лиганың деңгейінде ойын көрсетіп жүр ғой. Шахтердің ойыны қызық болып тұр маған. Отандық футболшылар көбінесе жас футболшылар деген сияқты Каньяс пен Талардава ма, солар ғана бар енді ұстап үлкендерден легионер дейтін. Басқа да енді қақпашысын өзі кетіп қалды. Чацкийдің өзі сезді ғой, біледі ғой енді құраманың ішінде болып жатқан. Сондықтан да енді чемпиондыққа ол әлі айту ерте сияқты бірдеңе деп, өйткені біз алдын ала айтамыз, ойбай биылғы жыл ел майы былай қырғал жатыр деді, оның өзі көрдік қалай ойын ойнап жүрген. Өткенде Қайратты айтты, Қайраттың түрі анау, сондықтан белгісіз енді. Кім? Қазбек, өзің Астана чемпион болады дедің. Әлі де сол ойындасың ба? 2 тур өтті ғой. Әлі де сол ойындамын, айнымаймын. Одан бөлек жаңа айтып жатсың сен, Астана арена жабық. Мен осы жерде кімнен, үкіметтегі адамдардан сұрағым келеді. Сендер қай беттермен осы Астана арена, жалғыз арена жауып тастайсыңдар? Ұлттық құраманың ойындары, мысалда осы Грецияға ойында Астана аренада дайындалып бастаса, Астана арена ашық болғанда Астана аренада дайындалатын еді, Дубайға бармайтын еді. Және жаңағы турларды өткізген кезде Астана аренада ойнап, жақсы поляда дайындалып, жаңағы жылдамдықты күшейтіп, кешегі ойындарда жылдамдық жетіспеді, байқадыңыздар да. Көшпенділер ойынына Астана аренаның не қатысы бар деймін да. Өйткені не қатысы бар, өйткені не жақта, қошы жақтағы нені салып бітіре алмай жатыр, көрдіңіз ба? Бұның барлығы сол. Жоқ. Сайып келген кезден сол. Басқа ашылатын, басқа ашу салтанатын жасайтын жоқ, табылмай қалды ма деймін да. Енді өздері үлгере алмай жатқаннан кейін. Бүкіл Қазақстан бойынша. Сен не обязательно Астанада ашу салтанат жаса, Алматыда жаса, Шымкентте жаса, Павлодарда жасауға әдемі ипподром бәрі бар. Ипподром бар жерде жаса. Қызылордада жаса, Қызылордада көкпар дамыған.
Астана аренаны жауып тастау деген бұл футболға деген қиянат жасау деген сөз деп ойлаймын мен. Қазақстанда өз жалғыз стадион бар, Астана арена. Иә, енді түсінікті ғой. Жалпы көрейік енді оның бәрі уақыттың ішінде қалай болатын. Бірақ бізге бұл тағы бір нәрсені ескертеді. Бізге жаңа стадиондардың қажет екенін. Қарап отырсаң, барлық стадиондар бізде 60-шы, 70-шы жылдар салынған. Тәуелсіздік жылдарында өзі айта жауыр болды. Ол екі стадион салынды. Екеуіне де сын көп. Екі стадионға да қатты сапасы. Кешегі Люксембургтың стадион көрдіңіз ба? Тура құрам бар, ана Түркістан арена бар, сол сияқты екенде жабылған. Бірақ жабылған полный. Ал бізде ашық жатыр да, сквозняк арена болып. Сосын жақын күндері бұйырса неге барайын деп отырмын. Жаңа Краснодардың жанында академиясында салып берген, жеке молодежьқа ғана салып берген стадион бар. 10.000 адамдық. Соған барып видеоблог түсірейін деп тұрмын. Сондай жоспарым болды. Галицкий мырза жаңағы ана стадион деген қандай әп-әдем, 10.000-дық шап-шағын көп ақшада кетпеген анаған. Неге бізде мысалы салмасқа? Қызылордада соны салмақшы, негізі сол Краснодардың. Жоқ, бізге салат. Негізі ше, футболға бізде Қазақстанда ше, тек қана стадион салуға 100 миллиард бөлсе, 100 миллиард теңге. Артығымен жетіп жатыр ғой. Сен 8 стадион саласың, және 5-6 манеж салып тастайсың. Паркингімен бірге салып соғуға ғой. Өйткені 10 миллиардтың өзіне 10.000-дық, 7.000-дық адам салсан, Қазақстанда 7.000 стадион жетеді неге ше? 30-40 мың керек емес қой бізге, шағын ғой. 5.000 болсыншы, хотя бы 7.000 болсын. 5.000 енді аз, 7.000, 10.000 адам жетеді. 7.000 болсын, жетеді ғой бізге. Мысалы, Астанада Астана арена бар, оған бәрі барады, Алматыда центральный бар. Мысалы, Қызылорда, Жезқазған, Қарағанды деген командаларға, Шахтер деген командаларға 10.000-дық стадион былай жетеді да. Айтпақшы, өзіңіз аузыңызда кеше Турловтың видеосы шықты, көрдіңіздер ме? Семейден стадион манеж салып беремін деген. Сол сенесіздер ме, негізі салына ма? Енді айтса салатын шығар. Салынады ғой, өйткені Турлов қазір Елімайға көп көмектесіп жатыр, және де сол жақтың басшыларымен ол бірлесіп жұмыс істейді. Супер болып болсын. Өз басым сенбедім, мен де жалпы басталсын. Құрылысы бізде басталғаннан кейін. Макеті миллион макет бар ғой қазір біздің акиматта. Өткенде де Қызылордада стадион басталды міне деп көрсетті, бір трактор, екі КАМАЗ. Бір трактор, екі КАМАЗ стадион басталды деп көрсетті. Жазып көрерміз енді ол жағын. Бірақ Шымкентпен енді Қызылорда басқа енді облыстармен салыстырғанда қазір енді сол Шымкентте салат деген сенбеймін мен. Негізі Шымкент демекші, бізге сондай бар ғой. Стадион керек қой, бірақ та сондай биіктің базасы бар ғой. Әдемі ғой, сондай базалар салу керек сияқты. Негізі біздің Алматыда бар ғой, тым болмаса басқа да. Қызылорда мысалы әдемі жылы жер, Түркістаннан неге сондай база салмасқа деймін да мысалға. Сонда клубтарымыз шетелге де бармай. Ақтөбеде салынып жатыр мысалы, жақсы база. Жатыр дейді енді. Жоқ, бітейін деп қалды ол. Мамырда ма ашылады деген. Енді айта берсек әңгіме көп, бірақ енді біз қанша дегенмен де бұл елдегі футболдың дамуы, оның болашағын ойлағандықтан айтылады деп ойлаймын. Осындай ойлардың айтылған кейде біреуі жетеді, енді біреуі жетпей жатады, бірақ аз да болса серпін бар ғой енді кейбір жерлерде. Енді ол өте бір баяу қарқынмен келе жатыр, бірақ қазір ақпараттық тұрғыда көптеген подкасттар шығып жатыр, басқа да нелер шығып жатыр. Бұл өткенде өздеріңіз екеуіңіз де барсыздар, футбол федерациясының айналасында да журналистердің қатысуымен де комиссия да құрылып жатыр. Бұның бәрі енді осыған дейін жаңағы жабулы қазан күйінде келген қазақ футболына аз да болса серпін береді деп ойлаймыз. Бізге осының бәрін ашып айтпасақ, ертең жабулыға қалады ғой. Сондықтан ел футболы, отандық спорттың дамуы бұл әлемдік футбол ғой, әлемдік деңгейдегі спорт қой, футбол нөмірі бірінші спорт. Сондықтан оның кейбіреулер айтқандай жауып тастау проблеманы шешпейді. Біз де оны қазақ баласының да әлемде деңгейде доп теп алатыны меніңше қолдан келеді деп ойлаймын. Сол күнге жетейік. Сіздерге рахмет. Егер басқа айтар ойларыңыз болса, тыңдап отырық. Егер болмаса осымен барлығын айту мүмкін емес қой. Қазақ футболында енді өзімізге берілген уақытқа сидір алдық деп ойлаймын енді. Бастысы ұлттық құрамамыз енді күздегі ойында әдемі ойын көрсетсін. Бірақ Адиевке шанс беру керек, соны айтамын. Жақсы, онда осымен біздің жанкүйер атты подкастымыз аяқталды. Жеңісті күндеріміз көп болсын. Қазақ футболы, қазақ спорты жасай берсін. Жеңісті күндерде жүздескенше.